Мен атқа мінуді қалай үйрендім? Қалада тұрған кезімізде біз күн сайын сабақ оқыдық. Тек жексенбі және мереке күндері ғана серуенге шығып бауырларымызбен ойнайтынбыз. Бірде әкешім, ересек балаларды атқа салт мінуге үйрету керек. Оларды манежге, ат үйрететін орынға жіберемін деді. Бүкіл бауырларымның ішінде ең кішісі мен едім. Маған да үйренуге бола ма деп сұрадым. Әкешім, сен құлап қаласың деді. Мені де үйрет деп қыңқылдап, тіпті жылауға шақ қалдым. Әкешім, ал жарайды дегенің болсын. Тек құлап қалғанда жылаушы болма. Құлап көрмеген адам атқа мініп үйрене алмайды деді. Сәрсенбінің сәтті күні туғанда үшеумізді манежге апарды. Біз төбесі шатырлы үлкен қақпадан кіріп, одан әрі шағындау кіреберістен өттік. Оның ар жағы өте үлкен бөлме екен. Бөлмеде еденнің орнына құм төселген. Ішінде мырзалар мен ханымдар, сосын біз сияқты ер балалар атқа салт мініп жүр. Бұл манеж болатын. Манеж іші күңгірт, жылқы иісі шығады және аттарды шыбыртқымен қалай шықпыртып ақырғандары, аттардың ағаш қабырғаларды тұяқтарымен тықылдатқаны естіледі. Мен әуелде жүрексініп ештеңеге қарай алмадым. Көкеміз ат сейісті шақырып алып, былай деді: мына балаларға ат бер, олар салт мініп үйренетін болсын. Ат сейіс жақсы деді. Соны айтты да, ол маған қарады. Мына бала өте кішкентай ғой деді. Ол құлап қалсам жыламаймын деп уәде берді деді көкем. Ат сейіс күлді де кетіп қалды. Одан кейін ертеулі 3 ат әкелді. Біз сырт киімімізді шешіп, баспалдақпен төмен түсіп манежге кірдік. Ат сейіс атты ұзын арқанмен ұстап тұрды, ал ағаларым оны айналып жүрді. Ол алғашында аяңдады, сосын жортақтауға көшті. Сәлден соң бір тұрқы шағын атта келді. Оның түсі жирен, құйрығы күзелген, бұл жылқыны шеруен деп атайды екен. Ат сейіс маған қарап жымиды да: кәне шабандоз, атқа қон деді. Мен бір жағы қуандым, бір жағынан қорықтым және оны ешкімге білдіртпеуге тырыстым. Аяғымды үзеңгіге салуға ұзақ ұмтылып едім, қолымнан келмеді, өйткені мен тым кішкентай едім. Ол мені көтеріп алып дік еткізіп ерге қонжитты да: мырза, ауыр емес, 2 фунттан аспайды деді. Ол әуелде мені қолымнан ұстап жүрді. Алайда мен ағаларымды өйтіп ұстамағанын көрген соң жібере салуын өтіндім. Қорықпайсың ба деп сұрады ат сейіс. Зәрем ұшып тұрса да жоқ дедім. Мен бәрінен бұрын шеруеннің қос құлағын жымитқанынан қорықтым. Жылқы маған ашуланып тұр деп ойладым. Ат сейіс, ал абай бол, құлап қалма деді де мені қоя берді. Басында шеруен аяңдап жүрді. Мен қаздайып тік отырдым. Бірақ та ертоқым жайсыз, тайғанақ екен, ауып кетем бе деп қорықтым. Ат сейіс, кәне, бекемделдің бе деп сұрады. Бекемделдім дедім мен. Олай болса жүгіртейік деп тақ ете қалды ат сейіс. Шеруен ептеп жортақтауға көшті. Менің іші бауырым солқылдап қоя берді. Дегенмен үн шығармадым. Бір берге ауып кетпеуді ғана ойладым. Әйда, шабандоз, мықтысың деп мақтап қойды ат сейіс. Мен онысына шексіз мәзбін. Осы сәтте оның жолдасы келіп әңгімелесе бастады да, ат сейіс маған қарауды доғарды. Кенет мен ертоқымның бір жағына қарай қисайыңқырап бара жатқанымды сездім. Өзімше түзеліп отырғым кеп еді, шамам келмеді. Ат сейіске атты тоқтат деп бақырғым кеп еді, олай істесем ұят боларын біліп дыбысымды шығармадым. Ат сейістің маған қарайтын түрі жоқ. Шеруен сар желіске түсті. Мен одан сайын бір берге ауып барамын. Бәлкім көмектесетін шығар деп ат сейіске қарадым. Ол әлі жолдасымен сөйлесіп тұр. Маған көз қиығында салмастан: жарайсың шабандозым деп дауыстап қояды. Мен бүйірге әбден қисайып барам. Әрі зәрем зәр түбіне кетті. Құрыдым деп ойладым. Алайда бажылдау ұят еді. Шеруен тағы бір қопаң еткенде мен жалп етіп жерге ұшып түстім. Ат сейіс шеруен тоқтап қалған кезде ғана қарап, үстінде менің жоқ екенімді көрді. Ол: анаң қара, менің шабандозым құлап қапты ғой деді де маған келді. Мен оған еш жерім ауырмағанын айтқанымда, ол күліп: баланың денесі жұмсақ келеді деді. Ал менің жылағым кеп тұр. Атқа қайтадан мінгізуді сұрап едім, мені ерге отырғызды. Одан әрі құлаған жоқпын. Осылайша бір ат үйрететін орынға аптасына 2 рет барып тұрдық. Мен көп ұзамай атқа мінуді жақсы үйреніп алдым. Әрі ештеңеден қорыққан жоқпын.